Ассалаумағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек. Бүгін қарашаның 19-ы күн дүйсенбі. Бүгін Талдықорғанда басталған сотта Владислав Челых ең алдымен журналистерді залдан шығаруды талап етті. Ашық өтеді деп жарияланған елдегі ең құпия іс бойынша сотысы осылайша жартылай жабық режимге көшті. Сонымен бірге ертең Сарыбөктер заставасының командирі Алексей Фоминнің үстінен де сот басталатыны белгілі болды. Және ол жабық жайда өтеді. Оны Арқангергендегі оқиғаны жасырды және байланыстың үзілуінің себебін анық тамат деп айыптап отыр. Қаруластарын өлтірді деп айыпталған Челыхтың ісі бойынша алғашқы сот отырысынан репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Талдықорған қалалық сотында қатардағы жауынгер Владислав Челыхқа қатысты ең құпия соттардың бірі осылай басталды. Оны биылғы жылдың мамырында Арқангерген бекетінде 14 бірдей қаруласын және қорықшыны өлтірді деп айыптауда. Сейчас у нас будет протокольная съемка. Бейне түсірілім болады. Операторлар мен фотографтар осында қалыңыздар. Аудио және бейне жазбаны монитордан алуға болады. Сот отырысының алдында 20 жастағы Челых бетін кепка және капюшонмен бүркеп алды. Судья жеке басы жөнінде мәлімет беруді талап еткен кезде, ол кенеттен үзілді-кесілді түрде залдан камераларды шығаруды талап етті. Я прошу убрать отсюда всю прессу. Я сам действительно здесь ничего не слышу. Мы послушаем ваши анкетные данные и рассмотрим вопрос об участии. Судья сот отырысын тек жеке бөлмеге қойылған монитордан түсіруге рұқсат етті. Алғаш боп адвокат Серік Сәрсенов сөз алды. Ол Талдықорған гарнизонының әскери прокурорын отырыстан алшақтатуды және істі қосымша тергеуге жіберуді талап етті. Суд постановил заявление адвоката Сәрсенова о отводе военного прокурора Талдықорған гарнизонного полковника Юсупа Секенова от производства уголовного дела в отношении человека оставить. Павлодардан тағдыры әлі белгісіз боп тұрған шекарашылардың бірінің анасы келді. Татьяна Рей судьядан жауынгер аналары комитетінің төрайымы Людмила Костенканы өзінің өкілі ретінде тануды сұрағанымен өтініші қабылданбады. Айтатын несі бар, біз сенбейміз. Мұна бозбала жалғыз өзі мұндайды істей алмайды. Іс біткен соң айтамыз, қалай не болғаны туралы. Бүгін алғашқы куә да тыңдалды. Серік Аханов Челыхпен бірге әскерде болған. Сотталушыны жуас адам ретінде сипаттайды. Айтуынша, үнемі бірдеңе шайнап жүргендіктен асханадан нан салып алатынына қарап, Владиславқа аштық деген лақабат берілген. Өз кезегінде Челыхтың қорғаушысы Владислав біреудің мүлкін иемдену және мүлікті бүлдіру секілді баптар бойынша айыбын мойнына алуы мүмкін екеніне меңзейді. Алайда ең басты айыптарды жоққа шығармақ. Әрине, айыптайтын кім шығады? Мен тағылған айыптардың ішінде ол адам өлтірді дегенді мүлдем мойындамайды деп айталам. Алғашқы сот отырысы күні бойына созылды. Естеріңізге сала кетейік. Шекарашыны 9 бап бойынша, оның ішінде 2 және одан да көп адамды өлтіру, әскерден қашу, қару-жарақты ұрлау секілді баппен айыптауда. Юлия Панкратова, Константин Федяев, Қазақстан, Талдықорған. Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Козлов, Сапарғали және Әминовтерге қатысты қорғау тарапы түсірген апелляциялық шағымды қанағаттандырған жоқ. Қазанның 8-інде оқылған үкім сонымен өз күшінде қалды. Дегенмен оппозициялық саясаткердің қорғаушылары кассациялық одан әрі жоғарғы сотқа да шағымдануды дайынбыз деп отыр. Ал сарапшылар Козловтың ұлт лидерінен кешірім сұрау ғана үкімді өзгерту мүмкін деп болжайды. Толығырақ тілшіміз Қайсар Қалтаевтың Ақтаудан репортажы. Сотталушылардың ешқайсысы бостандықтағы Сапарғали мен Әминов, сондай-ақ қамаудағы Владимир Козлов та апелляциялық алқа отырысына қатысқан жоқ. Судья Козловтың не үшін қатыспағанын түсіндіріп жатпады. Апелляциялық сот отырысы бар болғаны 1,5 сағатқа созылды. Алайда судья шешімін 3 сағатқа күттіріп барып шығарды. Ақтау қалалық сотының 2012 жыл 8 қазанда Козлов Владимир Иванович, Аминов Ажан Мигуаевич және Сапарғали Серік Садықов жөніндегі үкімі өзгеріссіз сотталушылар тобының қорғаушылар клубы сәрсенбіден апелляциялық шағымда қанағаттанушы қалдырылсын. Павлодар резервный тараптар бұл жарияланған күннен қамаудағы сотталушы Павлов көшірмесін алған күннен 6 ай мерзімде кассациялық шағым немесе наразылық келтіруге ерікті. Судья шағым.
Владимир Козловтың қорғаушылары Алексей Плугов пен Венера Сәрсенбина қылмыстық істі қарау барысында қылмыстық процессуалдық кодекс ережелері бұзылды дегенді алға тартты. Мәселен, сотта Аблязов Кетебаевтармен бірігіп ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген болжамдар мен шындыққа негізделмеген айыптаулар айғақ ретінде қарастырылған. Ал сотта келтірілген басқа да айыптауларға қатысты фактілер жетіп көрсетілмеген. Бізге сот тарапынан түсіндірілді, 6 ай көлемінде кассациялық шағым бересіз деп, кассациялық неге инстанцияға. Сол 6 ай көлемінде шағымданамыз. Себебі біз бүгінгі шешімге қорғау тарапынан келіспейміз, үкім ақтау үкімі шығу керек деп сондай шешімдеміз. Сондықтан біз шағым түсіреміз. Ал адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис шешімнің өзгермейтіні о баста белгілі болғанын айтады. Өзгерісті тек Козлов президенттен тікелей кешірім сұраса ғана күтуге болады деп болжайды. Ал апелляциялық сотқа сотталушыларды қатыстырмауын заң бұзушылық деп санайды. То есть нет надежд особых не было, потому что, я думаю... Отырған бақылаушылардың бәріне бұл сотта бәлендей өзгерістер орын алмайтыны белгілі болған. Оппозициялық саясаткерлерге қатысты жылымық кезеңі бізде жоқ. Сондықтан бүгін қандай да бір тосын сый болады деп ешкім күтпеген болатын. Сегодня будут какие-то приятные неожиданности. Бұған қоса Жовтис бүгінгі сотқа Козловты әкелмеуінің өзі заңсыздық деп есептейді. Қылмыстық кодекстің 3-1 бабы бойынша айыпталған тіркелуші Алға партиясының жетекшісі 7,5 жылға бас бостандығынан айырылса, онымен бірге жауапқа тартылған қоғам белсендісі Серік Сапарғали мен мұнайшылар белсендісі Ақжанат Аминовтер шартты түрде жаза арқалаған еді. Қайсар Қалтаев, Александр Платонов, Қазақстан, Ақтау. Қазақстан азаматтары саяси көзқарасы үшін қудаланбауы тиіс. Семейлік қоғам белсендісі ұстаз Аманжол Зейнебаев осындай талабымен бүгін наразылық пикетін өткізді. Азаматтық ұстанымын мұғалім қалалық сот ғимараты мен прокуратура алдында айтты. Осындай әрекетке баруына тіркелуші Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың түрмеге жабылуы түрткі болды, дейді Зейнебаев. Қолына ұстап шыққан плакатта жазылған сөздер сот билігі мен күш құрылымдарына бағытталған дейді ол. Менің мұнда шыққан себебім саяси тұрғыдан репрессияға ұшыратқан мына жігітті дұрыс соттамағаны үшін. Соны мыналардың ұятына әсер ету үшін шықтым. Шындықты, әділдікті қорғаушылар кішкене ұяты бар болатын болса, ойлансын деп 10 мың қызметкер қысқарып қалған Қалмұхаммед Қасымов полицейлердің халық алдындағы беделін фильм түсіру арқылы көтеруді көздейді. Бүгін парламенттегі үкімет сағатына келген ішкі істер министрі елде қылмыс деңгейінің артқанын да мойындады. Жүйеде кемшіліктерге байланысты сауалдарын қарша боратқан депутаттар генерал шенеунік шенін полковникке дейін түсіріп тастады. Астаналық тілшіміз тарқатады. Қалмұхаммед Қасымов министрлік тарапына базына көптеп айтылатын алдын ала сезгендей. Бірден проблемаларды алға тартып, депутаттардан түсіністікпен қарауларын сұрады. Елде 700 учаскелік инспектор жетіспейді екен, ал бекеттерді компьютерлендіріліп, орталық мәлімет базасына қосу жағы да шешілмеген. Жұмыс істеп тұрған 2700 бекеттің 1000 жарымына жөндеу қажет. Министрдің мәселе шаш-етектен деп ақталуына депутаттар тоқтай қоймады. Уровень раскрываемости преступлений в стране составлял 2007 жылы елде қылмысты ашу деңгейі 64% шамасында болған еді. Бүгінде ол көрсеткіш 46% болып тұр. Айырмашылық бар ғой? Бар. Яғни елдегі әрбір екінші заңға қайшы әрекет әшкереленбейді. Ең сорақысы Фемиданың жаза міндеттілігі қағидасы сақталмауда. Главный принцип Фемиды — неотвратимости наказания. Да, есть вопросы, но... Мәселе бар. Әрбір қылмыскерге тап болған адам қылмыстың ашылуына мүдделі екені даусыз. Бірақ бүгінгі күнде біздің полицияның деңгейі осындай. Біз бүгінде ауыр және аса ауыр қылмыстарды ашу деңгейі бойынша 47-ден 70%-ға дейінгі межені игере аламыз. Мәселен, Германияда ұрлықты ашу көрсеткіші 28, зорлау қылмысы бойынша 24%. Бұл олардың деңгейі. 47, 50 по особо тяжким до 70%. Депутаттардың айтуларынша ұрлық, тонау қылмыстары көп. Биыл елдегі қылмыс саны 226 мыңға жетіпті. Бас полицей болса, қол астындағылардың әлеуметтік қорғалуы жеткіліксіз екен. Кадр тапшылығын, жемқорлыққа себеп болып отырған жалақының аздығын айтып ақталды. Сондай-ақ аттестация кезінде 70 мыңнан аса тәртіп сақшысының 10 мыңы қызметтен шеттетілгенін айтты. Енді жалақы өседі, жүйе жемқорлар мен біліксіздерден аласталды, жұмыс жүреді деп сендірді генерал. Бұл сөздерден соң депутат Серік Оспанов министр шенін полковникке дейін түсіріп жіберді. Господин полковник, у меня вопрос касательно вашего эксперимента по универсальному полицейскому. Как вы сказали? Господин генерал Мурза,
Генерал-полковник, да? Нет, генерал. Слушай, полковник, я извиняюсь. Полицейлерге деген халық сенімінің төмендегенін министрден мойындаған. Депутаттар сауалына жауап беріп тұрып, Қасымов тәртіп сақшысының бет-беделін енді кино арқылы көтеретіндігін хабарлады. Мәдениет министрлігімен келісіп қойыпты. Сондай-ақ Қазақстанда мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде камералық түрмелер салынуы мүмкін. Себебі 50-80 жыл қолданыста тұрған түрмелерді жаңартуға бюджеттің шамасы жетпейді деп, енді журналистердің алдындағынан жарылды Қасымов. 94 колониясы бар, бірақ 60% олардың бәрі ескі. Сонымен қазір 29 колония салу үшін 300 миллиард теңге керек. Ішкі істер министрі Іле Алатауындағы жаппай адам өлтіру оқиғасы бойынша тергеу аяқталғанын хабарлады. Алайда толық ақпаратты прокуратурадан сұраңдар деп сытылды генерал. Жапар Төре, Виктор Гойц, Астана, Қазақстан. Қазақстанның мемлекеттілігі үшін оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдиннің 5 томдығы осылай деп аталады. Басты кейіпкер ретінде ұлт лидерін таңдап алған автор саяси оқиғалар желісін кешегі Жаңаөзен қырғынына дейін жалғастырған. Бұл 5 томдық елдегі саяси балама делінетін әдебиеттің кішкентай сөресіне қаланды. Ал Назарбаевтың өзінің немесе соған қатысты кітаптарға сілтемелердің өзі 5 том бопты. Тілшіміз Азамат Еспергеннің бейнематериалы. Жинақтың басты кейіпкері президент Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақ және орыс тілінде басылған жинақ 5 томнан, яғни 3300 беттен тұрады. Автордың айтуынша, бұл қазіргі биліктің лас саяси технологиясын халыққа жайып салатын туынды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан басталған кітап өткен жылғы Жаңаөзен оқиғасын да қамтыған. Серікболсын Әбділдинге бұл еңбекті жазуына 3 себеп түрткі болыпты. Бәрін алдап, сулап, арбап, өтірік айтып, демократиялық жолменен жасайым деген мемлекеті ол автократияға көшіп кетті. Ал құқылық мемлекет дегеніміз ол кәдімгідей қысым жасайтын мемлекетке айланып кетті. Әлеуметтік дегеніміз ұрлық, қанау жасайтын мемлекет. 85 жылы жазылған. Міне стальной профиль Казахстана 85 жылы шыққан металлургия жайында жазылған. Ғылым академиясына қарасты ғылыми техникалық кітапхана қорында 90 мың кітап бар. Соның көбісі Нұрсұлтан Назарбаевтікі, немесе соған ардап жазылған деп мақтанады мекемедегілер. Кітапханашылар оқырмандардың басым бөлігі елбасының еңбектеріне құмар деп сендірді. Оқырманның сұранысын тез өтеу үшін мұндағылар Назарбаев еңбектеріне сілтемелерден тұратын арнайы жинақ шығарыпты. Бұның өзі бақандай 5 томнан тұрады. Қазіргі жастардың көбінесе қарайтын кітаптардың көбі осы елбасымыздың шығармалары, өмір жайы, өмір тарихы, өмір белестер қалай басталды, әрі қалай осы уақытқа дейін қалай жетілдіріліп келді. Жастарға қазір қызық, сондай талпынат, сондай болсам екен деп ұмтылады. Президент сияқты болғысы келеді әрине қазіргі жастар. Саясаттанушылар болса, саясаттың балама тарихына сусап отырғанда жетерлік екенін айтады. Назарбаевтың жазбаларының ішінде мемуарда саяси оқиғаға деген көзқарас, пікір білдірер еңбектері де бар. Бұл жанрлар Қазақстанда дамыған, алайда олар қаншалықты көп оқылады. Олар саясаттанушылар секілді белгілі бір адамдарға ғана қызық болуы мүмкін. Ал жалпы бұқара арасында анау айтқандай оқырман көп емес. Кітап сүйер қауым қазіргі жүйені сынайтын ең өткір еңбектердің бірі ретінде Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабын атайды. Назарбаевтың басқа да оппоненттері саяси еңбектер жазып тастады, бірақ оларды мемлекеттік кітапханалардан таппайсыз. Азамат Есперген, Людмила Экзархова, Асан Амилов, Алматыдан. Бұл уақытта Астана қаласы тұңғыш президент күніне қызу дайындалып жатыр. Елбасы мейрамына 10 күн қалғанда үлгілі отбасыларға шенеуніктер ұлт лидері туралы кітап сыйласа, мектеп оқушылары мен студенттер қолданбалы өнер көрмесіне туындыларын емес, сонымен қатар президенттің өзі кеп тамашалайды деген үкілі үміттерін де арқалап келген екен. Балақша бақшадан бастап білім ордаларына дейін елбасына тілек жазудан жарысып жатқанда шенеуніктер биыл тұңғыш рет өткізілгелі отырған Назарбаев оқуларына белсене араласып та кетті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Шолпан бұл күнді ұзақ күтіпті. Себебі өнер университетінің 3-ші курс студенті ұлт лидеріне арнаған көрмеге көптен бері дайындалып, арнайы суретте салған. Алайда 3 туындысының тек біреу ғана таңдап алыныпты. Мұның өзін Шолпан үлкен мәртебе санайды. Все равно президент обращает. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы дегенменде әр туындыға көзінің қиығын болса да салады. Мен сенем, қалай болғанда да бұл көрмеге қатысқаныма қуаныштымын. Шолпан көрмеге дайындалып жатқанда республиканың үлгілі отбасылары ұлт лидер жайлы жазылған кітапты сыйға алып жатты. Әр өңірден жиналған 14 отбасыға елдің демографиялық саясатында сіңірген еңбектері үшін президент өмірін баяндап жазған Шолпан Сыздықованың кітабы табыс етілді.
Хорошие иллюстрации. Бұл кітапта ұлт лидері Нұрсұлтан Әбішұлының балалық шағы, өмірі және қазіргі қызметі туралы баяндап жазылған. Осы кітапты біз бүгінгі кейіпкерлерімізге сыйға тарттық. Мы подарили эту книгу. Ал президент күні қарсаңында мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдар арасындағы көпір болмақ ниетпен су жаңа орталық коммуникациялар қызметі құрылды. Онда ұлт лидері күніне 50-ден астам елден 1000 артық қонақ келеді деп күтілетіндігі айтылды. Назарбаев оқуларының шеңберінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған кітап және фотосурет көрмесі ұйымдастырылады. Қолданбалы өнер көрмесіне 400-ден астам туынды қойылды. Олардың ішінде елбасыға деген ерекше ықыласын білдіріп жазған тілектер де бар. Бірақ ұйымдастырушылар әдеттегідей оқушылардың туындыларын бағалауға қала әкімінің орынбасары мен жергілікті билік өкілдері ғана келе алатындығын жеткізді. Ал көптен күткен көрмеде Шолпан ұлт лидерін көре алмайды. Зарин Әділбек, Ермек Әміров, Қазақстан, Астана. Израиль мен Палестина арасындағы қарулы қақтығыс кезінде зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ. Бүгін президент жанындағы орталық коммуникациялар орталығының ресми өкілі Алтай Әбубулаев дипломатиялық өкілдіктерден алған мәліметтерге сәйкес осылай деді. Еске салсақ, 14 қарашада Палестина Израильге қарулы шабуыл жасаған болатын. Бұған жауап ретінде Израиль әскери операциясында бастап кетті. Нәтижесінде 80-нен астам палестиналық қаза болғанды. Согласно имеющейся последней информации, которую мы получили из наших депутатов. Алдын ала келіп түскен ақпараттарға сәйкес қаза болғандар мен зардап шеккендердің қатарында қазақстандықтар жоқ. Жуырда ғана Ақтау қаласына көшірілген Жаңаөзен балалар үйінің тәрбиеленушілері мекеме қызметкерлерінің үстінен шағымданды. Олардың айтуынша тәрбиешілер мен жетімдер үйінің директоры балаларға қысым көрсетіп жатыр. Ал облыстық білім беру басқармасы жас тәрбиеленушілердің оқуына назар аударғысы келмейді. Ақтаудан тілшіміз Қайсар Қалтаев жалғастырады тақырыпты. Жаңаөзен қаласындағы жетімдер үйінің тәрбиеленушісі Қанат Әбілқайыров оқу жылы басталғалы бері сабаққа қатыспағанын айтады. Ол балалар үйіндегі келеңсіздіктерге қарсы тұрған үшін интернат басшылығы өзін осылай жазалап отыр деп санайды. Денсаулығымда ақау жоқ болатын. Медбикеміз Тамара апай сен мүгедексің деп 2 рет жындыханаға жатқызды. Бірақ диагнозды маған көрсеткен жоқ. Ара-тұра тәрбиешілер массаж жасатып қояды. Түсініксіз жағдайлар көбейіп кетті. 10-шы сыныпта Ақтауда жалғастырасың деген. Қазір бос жүрмін. Жетімдер үйіндегі өзге балалар да тәрбиешілердің педагогикалық ұғымға жат тәрбиемен айналысатынын растайды. Алайда камераға сөйлеуден қорқады. Ақтауға көшкен балалар үйінің басшылығынан түсініктеме алу әзірге мүмкін емес. Директордың орынбасары облыстық білім басқармасына сілтейді. Білім басқармасына қараймыз, сондықтан білім басқармасынан хат бірдеңе алып келгендеріңіз дұрыс болатын сияқты. Ол сіз бермейсіздер ме? Жоқ. Сол кісілер рұқсат берсе ғана біз сырттан келген адамдардың бәріне рұқсат бере бермейміз. Тем более бұл балалар үйі. Маңғыстау облыстық білім басқармасының бастығы Динара Жұмашевамен де тілдесудің сәтті түспеді. Хатшысының айтуынша ол кісі маңызды жиындарда жүр. Ешқалай қосыламайды, потому что, посмотрите, телефонмен қосыламайды, кіріп шықтым ғой. Совещаниемен ешқалай оны бұза алмаймын. Балалар үйінің тәрбиеленушілері не себептен оқымай отырғандарын білгісі келеді. Сонымен бірге құзырлы органдардан интернаттағы жағдайға байланысты тексеру жүргізулерін сұрайды. Бізді ұрып соғатын, мазаққа айналдыратын тәрбиешілер мен директорды ауыстырса деген өтінішіміз бар. Содан кейін әр балаға бөлінетін қаражатты бақылайтын арнайы комиссия құрылса екен. Себебі біз өзімізге бөлінетін ақшаның қайда кетіп жатқанын білмейміз. Бірнеше ай бұрын дәл осы Жаңаөзендік балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушілері де балалар үйінде былық бар деп мәлімдеген еді. Ал жетімдер үйінің қабырғасындағылар мәселе тез шешілмесе жағдай ушығып кете ме деп қорқады. Қайсар Қалтаев, Александр Платонов, Қазақстан, Ақтау. Қоғам белсендісі Ғалым Ағалиев пен блогер Мұратбек Тұңғышбаев Казахстанская правда газетінен өздерін ақтауды талап етті. Қоғам белсенділері бүгін осы мақсатпен Алматыда Қазпошта қызметі арқылы газеттің бас редакторы Татьяна Костинаға хат жолдады. Олар Астанаға хат жолдау рәсіміне санаулы ғана журналистерді шақырған. Алайда азаматтық киімдегі әлдекімдер іздеріне түсіп, өздерін бейнекамераға түсіре бастағандығын баяндады. Как ты сюда попал? Расскажи. Расскажи, как ты сюда попал?
Қарашаның 13 күні Казахстанская правда газетінде британская Фемида судила действия известного преступника деген мақала жарық көрген. Онда қоғындағы кәсіпкер Мұхтар Әбіләзовтың үстінен қозғалған сот ісі сөз болады. Осыдан бастау алған мақала кәсіпкердің қаржысын қайда жұмсаған тарқата баяндайды. Жарияланым ішінде Ғалым Ағалиев пен Мұратбек Тұңғышбаев Әбіләзов пен Козловтың жаңа өзендегі жағдайды шиеленістіру үшін жалдаған адамдар деген сөздер жазылады. Мұны оқып таңғалған қоғам белсенділері редакцияға хат жазуға шешім қабылдаған. Алдағы бір айдың ішінде жалдамалы деген негізсіз айыпты жоққа шығаратын мақала жарық көрмесе сотқа жүгінеміз деп отыр. Мое присутствие было там в качестве наблюдателя. Мен онда бақылаушы есебінде бардым. Заңсыздықтарды түсіріп, YouTube арқылы жариялап отырдым. Қажет кезінде мұнайшыларды қорғадым. Сол бейнематериалдар арқылы азаматтар Жаңаөзенде не болып жатқанын біліп отырды. Мен жағдайға араластырып, шиеленістіруге әрекет еттім деп айта алмаймын. Ондай болған емес. Сондықтан мен өз атыма жағылып жатқан күйені алып тастауды талап етемін. Басқа ештеңе сұрамаймын. Мен 6 теңге көлемінде өтемақы сұрайтын шығармын. 6 теңге сол газеттің қандай екенін аңғартатын сияқты. Ол дегеніміз 6-лық, яғни жүгіртек деген сөз. 6. Бүгін Алматыда қоғамдық ұйымдар мен журналистер тілшілерге жасалатын шабуылдар мен мемлекеттік органдардың жауапсыздығы туралы және журналистерге қысым жасағандардың жазадан құтылып кететіні жайлы әңгімеледі. Тілші қауымы Қазақстанда өз кәсібін ең қауіптілердің қатарына жатқызады. Түрлі ақпарат құралдарындағы тілшілері қауымы мұндай кезде бастары бірікпей, әркім өз мәселесін өзі шешуге тырысады. Мұның себебі елдегі журналистиканың өзі саяси түрі мен түсі бойынша жіктелген дейді сарапшылар. Тақырыпты тілшіміз Ержан Шайжан жалғастырады. Бүгінгі баспасөз жиынына келгендер Қазақстанда журналист болудың қаншалықты қауіпті екенін және тілшілерге қарсы жасалған қылмыстың дені ашылмай жабулы қазан күйінде қалатынын айтады. Өкінішке орай журналистерге шабуыл жасағандар тиісті жазасын алмай келеді. Біз бүгін баспасөз отырысында құқық қорғау органдарынан ішкі істер министрлігіне адамдар шақырдық. Бірақ өзіңіз көргендей олар келмеді. Бір ауыз сөз айтуға жарамады. Ал журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матай бақта ауызбірліктің жоқтығымен бір-біріне жан ашымастық осыған әкелді деп санайды. Айтуынша бір жағадан бас, бір жеңіне қол шығармайынша журналистердің құқығы қорғалмайды. Қазір бұқаралық ақпарат құралдарында ынтымақтастық жоқ, өйткені әр арна өз бағытында жұмыс жасайды. Сондықтан журналистер бір-бірімен етене жақын араласу үшін жоғарғы жақтың қабағына қарауға мәжбүр. Журналист Олжас Қасым Қазақстандағы баққа бақ орнарында журналистік ынтымақтастықтың күшейетіне сенімді. Оның ойынша түйткілді тақырыптарды қорықпай тарқатуға болады, ал редакция тәуелсіз саясатын жүргізе алады. Қазақ журналистикасы жан-жақты әртүрлі салада, әртүрлі бағытта дамып келе жатқанын айтуға тиіспіз. Өйткені қазір бүкіл ақпаратты дамытып тарататын біздің технологиямызда да уже өркендеп өрістей бастады. Бұл пікірмен Нұржігіт Қайдар мүлдем келіспейді. Бір елде тұрып бір оқиғаны түрліше жеткізетін бақтарға бойкот жариялап интернетке жүгінген. Әркім өзінің саясатын әр телеарна арқылы жүргізуде. Мысалы, ретінде айтар болсам, КТК телеарнасы ол өзінің жеке саясатын жүргізеді. Ал 31-ші телеарнаны көрсеңіздер, ол өзінің. Ал біз хабар мен Қазақстан ұлттық телеарнасын көрсек, ол жерде мүлде басқа мәліметтер аламыз. Сондықтан да мен өз-өзімді қинамай бұл дүниелерден бас тартып, бүгінде интернетке өттім. Қорыта айтқанда, мамандар журналистердің басы бірікпей, олардың сөзінен ешкім үрікпейді деп тұжырады. Жазасыз қалдыруға қарсы дүниежүзілік күнінде украиналық журналистер жазасыз қалған қылмыстарды биліктің есіне салу үшін марш өткізбек. Ал Қазақстанда әріптестеріне қарсы жасалған қастандыққа журналистердің өре түрегеліп, бірге қарсы шыққан оқиғаны ешкім есіне түсіре алмайды. Ержан Шайжанов, Талғат Өмірбек, Алматы. Қазақстанның дзюдо федерациясының президенті болып, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің туған күйеу баласы Кеңес Рақышев тағайындалды. Жалпы соңғы кездері спорт федерациясы тізгінін ұстау лауазымды шенеуніктер үшін сәнге айналды. Бұл қазақ спортының болашағы үшін пайда ма, әлде зиян ба? Тілшіміз Рауан Оқасов жауап іздеген еді.
Жаста болса бас болуды ұнататын Кеңес Рақышев 3 жылдай бокс федерациясында Тимур Құлыбаевтың орынбасары болып келген. Иманғали Тасмағамбетовтің туған күйеу баласына дзюдо федерациясына баруға кеңес берген де сол президенттің ортаншы күйеу баласы екен. Енді жас бизнесмен дзюдоға қыруар ақша салып, 2016 жылы Рио-де-Жанейро олимпиадасында жүлдегерлер мен чемпион шығаруды жоспарлап отыр. Тимур Асқарұлы маған жол сілтеп осы федерацияға президент болуыма ықпал етті. Сондай-ақ өз орнын маған берген Бекет Сапабекұлына алғысым шексіз. Мен әлі жаспын, бірақ жинаған тәжірибелерім аз емес. Қазақстанда дзюдоны дамытуға қолымнан келген бәрін жасаймын. Кеңес Рақышевтан бөлек бүгінде басқа да спорт түрлерін танымал шенділер басқарып жүр. Мәселен, қорғаныс министрі бола тұра Сұрмерген болмаса да, футболда Әділбек Жақсыбеков, күрзі жұдырықтарымен мақтана алмайтын Тимур Құлыбаев пен Кәрім Мәсімов бокс пен муайтайды. Қолына арасында ғана ракетка ұстайтын Болат Өтемұратов теннисті, ұлттық қауіпсіздікті ойлауы керек Нұртай Әбіқаев волейболда, теміржолшы Асқар Мамин хоккейдің тізгінін ешкімге бермей жүр. Бұл көріністер спорт шолушысы Ерлан Райымқұловқа ұнамайды. Мейлі ол бокс болсын, мейлі футбол болсын, ол ауыр атлетика болсын, қай жағынан алып қарасақ та, сол салада сол өзінің маманы, сонымен түпкілікті айналысатын адам керек. Оған дәл ретінде Қайрат Тұрлыхановты айта аламыз. Ол тек қана осы ауыр атлетика федерациясын басқарады. Соңғы жылда біздің ауыр атлетші қыз-жігіттеріміздің көрсеткен нәтижесін қараңыз. Осы соңғы 4-5 жылдарда әлем олимпиада чемпионы жарыстарында, үлкен ойындарда үлкен жүлдемен оралып жүрміз. Спорт істері жөніндегі агенттіктің баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов болса, керісінше лауазымды тұлғалар спорт төңірегіндегі проблемаларды тез шеше алады деген пікірде. Олардың сөздері өте еткен, енді жоғары жақтағыдай салмақты, әрине қолдаймын. Қазіргі таңда олар керек, ол кісі болмайды. Ол келешекте мүмкін, федерацияның өздерін басқаратындар, сол спорттан шыққандар мүмкін болатын шығар. Енді сол шенеуніктің орынбасары сол спорттың адамы болса болды ғой, соның жағында жүреді. Бір қызығы бүгінде тек бір ғана спорт федерациясының басында ғана өз ісінің маманы отыр екен. Ол Грек-Рим және Еркін күрес федерациясының президенті Дәулет Тұрлыханов. Жақсылық Албан, Бауыржан Ыдырысов, Алматы, Қазақстан. Режиссер Әмір Қарақұловтың көптен күткен фильмі виртуалды махаббат кинопрокатқа шықты. Бүгін бау гүлдеріне арналған арнайы көрсетілім өтті. Киноның түсірілімі 2 айға, ал монтажы 2 жылға созылыпты. Фильм желісі қазақ қызы мен орыс жігітінің виртуалды махаббатына құралған. Басты рөлдерді ресейлік актер Артур Смольянинов пен Бибігүл Ақтан сомдаған. Режиссер бұл туындысы арқылы махаббатта шек жоқ деген ойды жеткізгісі келгенін айтады. Ал басты рөлге ресейлік актерді арнайы шақырғанын жеткізді. Нравится Артур Смольянинов? Маған Артур Смольянинов өте ұнайды. Жай актер ретінде. Ол отандық немесе американдық актер болса да, 9-шы рота мен аптабыстықта ойнаған Артур 2 мінезді адамды сомдай алатын адам. Актер үшін бұл сирек кездеседі. Сондықтан оны таңдадым. Ал бізде Қазақстанда басқа осындай актер болса, немесе бар екенін білсем, міндетті түрде рөлге шақырар едім. Осы мазмұндағы сценарий бірнеше жыл бұрын шыққан «Махаббат тәлкегі» фильмінде де кездескен еді. Ол кезде депутат болып тұрған Бекболат Тілеухан сыни пікірін жеткізген болатын. Десе де режиссер мен әртістер құрамы айтылатын сыннан қорықпайтындарын айтады. Этого не боюсь, потому что я считаю, что Казахстан... Мен бұдан қорықпаймын, себебі менің ойымша Қазақстан көпұлттылығымен мақтануы керек. Керісінше мемлекет қолдау көрсету керек деп ойлаймын. Қазақстанның көпұлттылығымен және оны одан әрі дамытуға тырысып жатқанына. Сондықтан мен бұл тарапынан айтылатын сыннан қорықпаймын. Поэтому я не боюсь критики на этот счет. Фильмнің түсіріліміне 2 ай, ал монтажына 2 жыл уақыт кеткен. Осынша уақыт күттірген фильмнің әртістері мемлекеттік қолдау көбірек болса, фильмде тез шығар еді дейді. Данная картина должна была выйти, скажем, год назад. Бұл кинокартина 1 жыл бұрын шығу керек еді. Өйткені қаржыландыру жағынан кідіріс болды. Сондықтан қазақ киносына тұрақты түрде қолдау көрсету керек. Сонда біздің кинематографта бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Салтанат Ниязбек, Серік Қаржаубаев, Алматы, Қазақстан. Бүгін күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз. Бізден ақпарат күтіңіз. Алда 40 жаңалықтар.